Құрметті ұстаздар мен оқушылар және ата-аналар, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Ұлттық қоғам сенімінің кеңесінің отырысында мектеп кітапханаларының кітап қорыны жинақтау мен толықтырулар енгізуді асасы маңызды екендігін атап өтті. Осыған орай біздің кітапханада оқуға құштар мектеп жобасы аясында іс-шаралар басталып кетті. Мемлекеттік басшы тапсырмасын жүзеге асыру үшін біз номер 2 Жаңабай Құдайбергенов атындағы орта мектебінің кітапханашысы Сақыбаева Бибигүл Нұрымқызының челленджіні қабылдап алып, Илья Молотов Бахти атындағы номер 3 мектеп кітапханасы «Мен кітап оқуды ұнатамын» атты челленджді бастаймыз. Менің есімім Ахметов Алиби. Мен Илья Молотов Бахти номер 3 орта мектебінің оқушысымын. Және мен бүгін өзімнің оқыған кітаптарымды таныстырайын деп келдім. Мен бала кезімде өте көп оқыған Суперісі, Түйме қыз, Бақа, Ханзада. Бұның әртүрлі видео жазбаларында және кітаптарында оқыдым. Мен бұны басқа да жас балаларға, бастауыш сыныптағы оқушыларға оқысын деп ұсынамын. Бұл өте қызық кітаптар. Бұдан да тағы басқа кітаптарда бар. Оларды оқуды ұсынамын. Мен қазір оқыған кітаптарымда қазақ ертегілердің және аңыздардың арасында ол Алпамыс батыр. Бұл кітапты оқыған кезде өте көп және басқа бір балаларға да оқысын деп ұсынамын. Бұл кітапта батырлық туралы және Алпамыстың қалай берілмей басқалармен соғысқаны туралы айтылады. Және мен де басқа бір мемлекеттің жазушылардың кітаптарында оқығанмын. Олар Марк Твен, Джонатан Свифт және Александр Беляев. Бұл кітаптарды мен сүйіп оқығанмын. Адам балықтағы бұл жас баланың қалай суда өмір сүріп жас қызбен бірге болғаны жайлы айтылады. Бірақ ол ешқашан берілмей ең соңында жақсы болып кетеді. Және Джонатан Свифттің Гулливер кітабы. Бұл кітапта барлық балалардың ойында Гулливер тек Лилипутияға барды деп ойлайды. Бірақ олай емес. Ол басқа да бір саяхаттарын барды. Және осы кітапта анықталып айтылған. Мен бұл кітапты барлық оқушыларға ұсынамын. Және бұл Марк Твен, Гекльберри Финнің басынан кешкендері. Бұл кітап менің ең сүйікті кітабым. Себебі бұл жерде бастан кешкен оқиғалар өте көп. Және мен осы оқиғаларды барлық оқушыларға ұсынамын. Бұл кітаптағы қиыншылықтар мен бастан өткерген жақсы оқиғалардың барлығын мен барлық балаға оқысын деп, және өзінде осы баланы орнына қойып, осы сияқты бастан кешкен оқиғаларды өзінде сол кеттің орнында сезінсін деп ойлаймын. Болды. Ассаламу алейкум, Илья Байсанаматке номер 3 мектебінің 3 сынып оқушысы Үсенова Азалина. Мен тәтіл уақытта ұйғыр халық чөчектерін оқыдым. Оны ішіткен маңға яқыным чөчегім Ақмақ Падиша. Ақмақ Падиша. Уни мен азыр сілерге қысқаша сөзлеп берімен. Өткен заманда Ақмақ Падиша болып кен. Оның зұмлығыдың әдімдер қоқыды кен. Бір күні бір Ақмақ Падишаның айлыға бір бала шығып қапты. Балам, қолыңды нем келеді депті. О бала қоқып, тақ көтірдіған депті. Қине уақытта тағыны көтіріп орны қойпегіне депті. Бірақ бір жылды кейін көтірмен депті. Ләқи Ақмақ Падиша саңға нем лазым депті. Ой, әдім маңға чимләні, қосақ нем бірдімләні бересен депті. Ләқи Ақмақ Падиша о балға беріпті. Балам, бір жылың түйді ғой депті. Шының біле, ләқи әдімні сарайға чақырыпты. Бүткіл сарайланы мақтынып, міне мұны бала тағыны көтіріп орныға қойып берді депті. Ләқи әдім таққа тұрыпты. Ақмақ Падиша, сілер жиық тұрсылар, сілер көтір алайсылар. Ама өзіме аңғыз қандақымын көтірмен депті. Ләқи Ақмақ Падиша о балыға ақмақыл болып қапты. Менің чөчегім аяқшылады.
Ilamot Baxtiya 2-3 o'rta maktab 2A sınıf o'quvchisi Isakov Alisher. Men yoz ta'tilida o'qigan kitoblarim Kosmos, Kuchular, Читаем под слогам, Сихровая планета казахча, орысча волшебная планета. Казахстан тоғырух кітап, Большая энциклопедия знаний динозавры. Assalomu alaykum. Ilya Moldu Baxtiyanadagi номер 3 Uyg'ur o'rta maktabining 4-B sinf o'quvchisi Ibragimova Elifna kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Lastichka, Qozoq ertakdillari, Uyg'ur xalq cho'chaklari degan kitoblarni o'qidim. Shularning orasida menga yoqqan cho'chagi Uyg'ur xalq cho'chaklari. U yerda yaxshi ayol, aqlsiz bola, aqlli qiz degan cho'chaklar bor. Shularning orasida yoqqan cho'chagi Kuyimchan bola. Bu cho'chak Kuyimchan bola to'g'risida bolaning onasiga bo'lgan mehr muhabbati, kuyimchanligi to'g'risida. Bola safarga onasini izlashga yo'lga chiqadi. Yo'lga chiqqanda tog' baturni, suv sumarguchini uchratadi va bola onasining devlardan qutuldirib, onasi bilan bolasi baxtli yashaydi. Bolalar, bu nihoyatda intayin qiziq kitob. Men sizlarga bu kitobni tavsiya qilaman. Diqqatingizga ko'p rahmat. Assalomu alaykum. Ilya Moldu Baxtiyanadagi номер 3 Uyg'ur o'rta maktabining 4-B sinf o'quvchisi Ibragimov Imron. Men kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Men Uyg'ur xalq cho'chaklari, Qozoq ertaklari, Lastichka degan cho'chaklarni o'qidim. Shu yerda menga yoqqan cho'chak Lastichka degan korey xalq cho'chagi. Жили-были два брата. Старший брат был Норбу, и он был жадным и богатым. Младший брата звали Хынбу, он был хорошим, добрым, но бедным. И вдруг Хынбу попросил у старшего брата Норбу немного семечек для тыквы. И Норбу увидел, что Норбу увидела Хынбу и набросился на него и выгнал его. И вдруг Хынбу пришел с пустыми руками в свой дом, и жена сказала, все будет хорошо. И потом вдруг прилетела ласточка, лепила свое гнездо, и Хынбу сказал, почему ты лепишь у моего бедного дома? Ласточка ничего не сказала и лепила дальше. А в конце Норбу был жадным, богатым, а Хынбу был младший брат, был богатым и добрым, и помогал всем, кто просил у него помощи. Спасибо за внимание. Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар мен оқушылар. Илья Молду Baxtiya атындағы номер 3 o'rta мектебінің 8-А сынып оқушысы Юламанова Ясмина. Мен қазақ халқының ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың Абай атты өлеңдер, поэмалар, аудармалар мен қара сөздер жинағын оқып шықтым. Бұл жерде Абай Құнанбаевтың шығармашылығымен танысуға болады. Ақ киімді, денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау, танымас тірі жанды. Үсті басы аққырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Демалысы үскірік аяз бен қар, кәрі құнда қыс келіп әлек салды. Ұшпайды бөркін киген ажар айтып, аяз бенен қызарып ажар алды. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, оқушылар, мен кітап оқуды өте қатты ұнатамын. Сіздерді осындай кітаптарды оқуға шақырамын. Осы челленджні номер 4 Шонжа орта мектебінің кітапханашыларына жолдаймыз.